Бүгін құрметті спортсүйер қауым, құрметті жерлестер, спортшылар және төрешілер. Қазақстан бокстан әлем және Азия чемпионы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Галиб Джафаровтың турниріне қош келдіңіздер. Бүгінгі турнирде 19 команда өнер көрсетіп, мықты спортшыларды анықтау мақсатында жиналып отырмыз. Сонымен қатар қонаққа Галиб Джафаровмен бірге бокстескен, Галибті қолдауға келген біздің әлем чемпиондары, Азия чемпиондары, Азия ойындарының чемпиондары келіп отыр. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Сіздерді көруге өте қуаныштымыз. Галиб жай ғана кішкентай Қандыағаш қаласынан бастап осы үлкен жетістіктерге жетудің нағыз көрінісі, мысалы, қалай еңбекпен, термен, қанмен осындай үлкен жетістікке әлем чемпионы болуға жетудің көрінісі. Сондықтан да әрине бұл ең бірінші қажырлы еңбектің арқасы. Сонымен қатар өзінің тікелей бапкері Әлімбек Зарлықұлы Балмағанбетовтың еңбегі. Ағай, сізге өте үлкен алғыс. Бұл біріншіден әрине Алланың арқасы, екіншіден сіздің арқаңыз, және де Галибтің өзінің еңбекке деген құштарлығының арқасы. Өз атымнан спортшыларға сәттілік тілегім келеді, төрешілерге адалдық, және де жаттықтырушыларға сабырлық тілегім келеді. Сонымен қатар өз атымнан осы Ақтөбе қаласы, Ақтөбе облысы бокс федерациясының басшылығын алғыс айтқым келеді. Владимир Феликсович осының бәрін ұйымдастырып, осы біздің жалғыз әлем чемпионы, олимпиада түрлерінен жалғыз әлем чемпионы, осы Галиб Джафаровтың жүлдесіне арналған турнирге қонақтарды шақырып, осы барлық жағдай жасаған үшін алғыс айтқым келеді. Ал мықты деген спортшылар жеңсін, осындай турнирлерден болашақта әлем чемпиондары, олимпиада чемпиондары шығады деп сенеміз. Енді қазірдің өзінде 16-шы турнир, яғни 16 жыл бұрын басталған турнир, қазір дәстүрлі түрде жүріп келе жатыр. Бұл турнирден де өзіңіз куә болып жүргендей үлкен қазіргі кезде әлем чемпиондары, Азия чемпиондары, олимпиада чемпиондары шығып жатыр. Сондықтан да бұл үлкен жолдың бір ең бастамасы деп айтқым келеді. Сондықтан да турнирге қош келдіңіздер. Ашылу салтанаты құтты болсын. Рахмет.